Сәлеметсіздер ме балалар? Білім беру саласы коммуникация, ұйымдастырылған оқу қызметі, сауат ашу негіздері. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы щеткалар тазалық сақшысы ё дыбысы мен әрпі. Балалар, сабағымыздың мақсатына келсек, сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін ажырата білу, дауысты, дауыссыз дыбысты білу, буынға бөлу, дыбыстық талдау жасау. Балалар, ендеше шаттық шеңберін құрайық. Қайырлы таң, көк аспан, қайырлы таң, жер ана, қайырлы таң, достарым, сәлем, сәлем, сәлем. Балалар, біз өткен сабақта қандай әріппен таныс болдық? Дұрыс айтасыңдар, әрине, В әрпімен таныс болдық. Балалар, бірінші тапсырма, тыңда. Аяқ щетка әкемде, киім щетка орнында. Түс щеткамды іздесем, қарындасым алыпты, көк бояуға малыпты. Екінші тапсырма, сөздерді дұрыс айт, буынға бөл, дыбыстық талдау жаса. Монтер, шахтер, щетка. Балалар, бұл жерде ё дыбысының баспа түрі мен жазба түрі көрсетілген. Балалар, ендеше сіздермен бірге серіктеу сәтін тамашалайық. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Үшінші тапсырма, ё әрпімен таныс бол. Ё дейтін күштіге бермеген босқа атақ қоясың үстіне құп-құрттай қос ноқат. Төртінші тапсырма, сурет және сызба бойынша сөйлем құра. Тағам қалай дайын болды? Электр желісін жөндеген кім? Монтер не істеді? Тоқ не үшін керек? Бала неге қуанды? Балалар, осы сұрақтың жауаптарын сіздерден міндетті түрде кері байланыста күтемін. Назарларыңызға көп рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.